сәлем достар. Сіздер жалпы су перісі дегенге сенесіздер ме? Су перісі өмірде бар екен. Тіпті Каспий теңізінде. Бүгінгі видеомыз су перісі жайлы болмақ. Бастамас бұрын 10 секунд уақыт берейін. Каналға жазылып қойыңыздар достар. Әзірбайжандық ғалым Самет Али Джафаров өзінің балалық шағын Ленкоран қаласындағы Каспий жағалауында өткізген. Ол бірде атасымен бірге түнге қарай балық аулауға шығады. Сол кезде 15 жастағы Самет балықтардың арасында жүзіп жүрген су перісін байқап қалған. Самет Джафаров Әзірбайжан мен Иранның біраз ғалымдарының күлкіге қаламыз деп айтпай жүрген құпиясын айтты. Шын мәнінде Иранда Каспий теңізінде су перілерінің өмір сүретініне ешкім де күмәнданбайды. Оларды Рунан Шах деп атайды. Бұл тек фольклор элементі ғана емес. Бұл шынайы бақылау мен адамдардың куәгерлігінен туған нәрсе. Өйткені мұсылмандық сенімде өтірік айтуға жол жоқ. Каспий теңізі негізі миллиард жыл бұрын пайда болған құрлықтардың түйісуінен пайда болған жер бетіндегі ең ежелгі табиғи су көзі болып табылады. Бұдан бөлек, Каспий эволюция тұрғысынан да мүлде басқаша жолмен дамитын тұйық экожүйе. Сондықтан, мұнда адам балықтардың өмір сүруі әбден мүмкін, дейді зерттеуші Әділ Қоразбаев. Ғалым Самет Джафаров куәгерлердің көргендері және жекелеген бақылаулар дерегіне сүйене отырып, Каспий су перілері туралы толық анықтама берді. Оларда күміс көкшіл тері және қоңыр жасыл түсті ұзын шаш. Сосын су перілерінде кәдімгі адамның қолы секілді қол, бірақ 4 саусақты және көздері өте үлкен. Ал құлақтары жоқ. Ал оларда құйрық бар ма деген сауалға Джафаров жауап бере алмады. Баку музейлерінің бірінде капитан Гафар Гасанов жасаған су перісінің суреті сақталған. Өз уақытында бұл тарихи оқиға нағыз сенсацияға баланған. Соңғы кездері барлық зерттеушілер су перісінің пайда болуының азайып кеткенін байқады. Самет Джафаров мұның себебі Каспий теңізіндегі экологиялық жағдайдың төмендеуіне қатысты деп санайды. Әзірбайжан мен Иран жағалауларында жер астындағы қызып тұрған газдардың сыртқа тебуі әсерінен лас вулкандар ояна бастаған. Каспий су перілері браконьерлерді жек көріп, оларға жиі шабуыл жасайды екен. Сол себепті олар теңізге шығудан да бас тартқан. Тіпті 1998 жылы теңізге шыққан бір балықшыға жұмбақ жануар шабуыл жасап, нәтижесінде дәрігерлер балықшының аяғын кесуге мәжбүр болған. Маған Каспий су перісімен қақтығысуға тура келді. Мен ол кезде жұмыссыз болып, браконьерлікпен айналысып жүрдім. Теңізге шыққан кезекті бір күні қайығымның моторы істен шығып, оны қолмен жүргізуге тура келді. Бір сәтте қайықты соққан күшті соққын естідім. Олардың түсі қап-қара болды. Мен етпеттей құлап, сол сәтте енді ешқашан браконьерлікпен айналыспаймын деп жалбарына бастадым. Мен оған қанша жалынсам да тыңдамай, қайыққа қарай өрмелей бастады. Мен оны бар күшпен ескекпен ұрдым. Ол маған қарай секірген кезде, мен қатты соққыдан есімнен танып қалдым. Жағада жатқан сәтте бірақ ояндым, дейді аты жөнін атамауын өтінген куәгер. Ғаламтордан мұнай саласында қызмет атқаратын әзірбайжандықтардың әңгімесін оқуға болады. Олар адам басы сияқты бастары бар, теңізде жүзетін тіршілік иелері туралы әңгімелейді. Каспийдегі су перілері туралы ең көп айтып кеткен Жак-Ив Кусто. 1998 жылы бұл аңыз зерттеуші Алисион кемесінде 3 ай бойы Каспийді кезеді. Ол сол су перісін іздеген. Бірақ экспедиция ресми түрде сәтсіз өтті деп жарияланады. Оның көмекшілерінің бірінің айтуынша, Каспийде түсірілген бейне материалдардың барлығына Кустоның өзі редакторлық жасаған.
Кустоның су перісін бейнекамераға түсіріп алған болуы әбден мүмкін. Бірақ шу көтеріп жібермес үшін ол бұл мәселеде үнсіз қалуды жөн санаса керек. Бүгінге осы. Ал достар, сіздер су перісі өмірде бар, олар тіпті Каспийде тіршілік етеді дегенге сенесіздер ме? Бұл жайлы өз пікірлеріңіз болса, пікір алаңына қалдыра аласыздар. Және де осындай видеоларымыз ұнаса, лайк басып, каналға жазылып, белсендірек танытамыз. Басқа да видеоларымызды көргіңіз келсе, біздің каналға кіріп, видеоларымызды көрсең болады. Мысалға, біз өткен видеомызда адам мен қолтырауынның ең бір қанды қатыгез соғысы жайлы әңгімелеген болатынбыз.